Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бүгін қарақұмықтан жасалатын диеталық сорпа дайындайтын боламыз. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз етімізді майдалап турап, осындай май құймай табамызға саламыз. Бетін жауып, кішкене 5 минутқа пісіріп аламыз. Одан кейін үстіне менде қатырылған қызанақ, одан үстіне пиязымды бір тал және бір тіс сарымсағымды турап салдым. Осы кезде үстіне дәміне қарай тұзымызды саламыз, паприкамызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, астыңғы отын кішкене баяулатып қоямыз. Сол кезде қызанағымыз өзінің жаңағы соғын береді. Міне қазір қараңыздар, ешқандай томат қосқан жоқпын. Сонда да жаңа паприканың және осы томаттың, осы қызанақтың жаңағы сары түстес болып беріліп отыр. Ешқандай томат қосқан жоқпын. Үстіне сәбізімізді ұзыншалап турап аламыз. Және картопымызды тураймыз 2 тал. Жақсылап араластырғаннан кейін суымызды құямыз. Су құйып қайнатамыз. Қайнап жатқан кезде тұзын тағы бір рет көрсеңіздер болады. Кішкене дәміне қарай тұз салсаңыздар, тұз жеткіліксіз болса тұз салып, дәмін көріңіздер. Осы кезде қарақұмығымызды жуып тазалап дайындап қойғанбыз. Салып қайнап тұрған сорпамызға піскенше дайындаймыз. Міне араластырып жібереміз. Ішінде картобы бәрі пісу керек. Енді бәрі дайын болды. Міне қазір ас көктеріңіз болса, яғни укроп, жаңағы кинза болса, майдалап турап бетіне салып жіберсеңіздер болады. Міне біздің диеталық сорпамыз дайын болды. Өте дәмді, ешқандай майсыз, ешқандай томатсыз пісірілген тағам. Асқазандарыңызға да өте жеңіл. Диета ұстап жүрген, дұрыс тамақтанып жүрген кісілерге осы тағамды жасап берсеңіздер болады. Жасап дәмін көріңіздер. Сіздермен болған мен Есімбекова Майра. Менің инстаграм парақшама жазылуды да ұмытпаңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Достарыңызбен осы видеоны бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.